ішімдеуді электрондық кестеге қолданудың себептерінің бірі деректерді оқуға оңай болатындай ету және бұған көп көмектесе алатын құрал шекаралар құралы. Бұл құрал қаріптер тобында орналасқан, ал оның белгішесі кішкене терезеге ұқсайды. Оны пайдаланбас бұрын шекаралар құралын қолданғымыз келетін деректерді таңдауымыз керек. Сонымен, мен осы кестедегі жалпы деректерімді қоспағандағы қалған барлық деректерімді таңдаймын. Енді шекаралар белгішесіне келіп, ашылмалы белгішені басып, все границы, яғни барлық шекаралар дегенді таңдаймын. Енді сіз таңдалған ұяшықтардың әрқайсысының айналасында шекаралар пайда болғанын көресіз. Бұл деректерді оқуды әлде қайда жеңілдетеді. Ал енді менің жалпы қатарым үшін мен басқаша шекара жасағым келеді. Сонымен мен оны таңдаймын. Шекараларымның белгішесіне келемін, бірақ бұл жолы мен верхняя и сдвоенная нижняя, яғни жоғарғы және қос төменгі шекараны таңдаймын. Бұл жолы жоғарғы жағында бір сызық, ал төменгі жағында қос сызық қолданылады, және бұл жалпы жолды біршама ерекшелендіреді. Тағы бір нұсқа, мен мұнда деректерімді таңдап, шекараларыма келіп, қалың сыртқы шекараларды таңдаймын. Сіз ұяшықтар арасындағы сызықтарды толтырмағанын көресіз. Ол тек сыртқы қорапты ғана шекаралады. Енді тақырыпты қалған деректерден ажырату үшін қызық нәрсе жасап көрейік. Мен жоғарғы қатардағы барлық ұяшықтарды таңдаудан бастаймын. Содан кейін мен шекараларыма оралып, ашылмалы батырманы басамын. Бірақ бұл жолы дайын шекараларды таңдаудың орнына мен төменге келіп, другие границы, яғни басқа шекаралар дегенді таңдаймын. Бұл шекаралар терезесінде сіз сызық стилін ғана емес, түсін де өзгертуге және шекаралардың қай жерге қойғыңыз келетінін де көрсетуге мүмкіндік береді. Біз әдемі қалың жиекті таңдаймыз. Кейін әдемі көк түске өзгертіп, содан кейін алдын ала қарауға болатын терезеде төменгі жиекті таңдап, тексеріп аламыз. Бұл жерде сіз өзіңіз қалаған сызықтарды түсін таңдай аласыз. Жарайды, біз төменгі сызықты таңдап, окей батырмасын басамыз. Менің тақырыбымның астында әдемі көк жиек пайда болады. Енді мен сізге көрсетуім керек соңғы нәрсе. Шекарадан қалай құтылуға болатынын көрсету. Мәселен, мен ұяшықты таңдап, байқаусыздан шекараны қолданып қойдым. Енді мен бұл парақты принтерден басып шығаруға келгенде, бұл профессионалды болып көрінбейді. Сондықтан мен одан құтылуым керек. Ол үшін мен ұяшықты таңдап, шекаралар белгісін ашып, нет границы, яғни шекаралар қоймауды таңдаймын. Сіз ұяшықтан шекараның алып тасталғанын көре аласыз. Алайда мына ұяшықтың бір шекарасында алып тастайды. Өйткені олар бір шекараны бөліп отырған еді. Ол үшін тағы бір рет осы жерді басып, осында оралып, барлық шекараларды қайта қолданыңыз. Керемет, енді өзіңіз бүгін өткен тақырыпты қарап, ойнап көріңіз.